Қозы көрпіш баян сұлу. Бейсенбай нұсқасы. Кемел ақын келтірер сөздің түрін, оған да заман өткен бір ықылым. Кешегі ол бір қатар заманында өтіпті екі байың бізден бұрын. Солар да бізден бұрын өткен жандар, сап қасқа өңшең манап сөздаңдаңдар. Қалыпсыз Қарабайдай бай өтіпті, 90 мың тәңір алса да жылқысы бар. Солар да бай болыпты дүние боқ, өзіне Құдай берген нәубеті көп. 90 мың жылқы айдаған бай болса да, үйінде сілкіп киер шапаны жоқ. Сыбанбай Жанақ Бекбау айтады екен, оның тегін кім десең түрікпен деп, Құдайым артық дәулет мал берген көп. Нәсілін Сарыбайдың айтады екен, Қырықбайы Орманбеттің біреуі деп, елі жұртты көре алмай малы көп деп. Елімен өкпелесіп жөнеледі, жұртының өсек қылған сөзін кектеп. Ағайын біреу жүрмес бұған еріп, өкпелеп өз жұртынан кетті жеріп. Құданың берген малын көпсінген соң, жөнелді Қарекең де ыза керіп. Сарекең де ыза боп жүре берді, ел ақымақ қой жіберген мұндай ерді. Тоқтамай күн түн қатып ұдайы көшіп, балталы, бағаналы елге кепті. Келгенін балталыға халық көрді, сән тұрманы өзгеден артық еді. 100 кісі тайлақ беймен ел кеп еді, Қарабай 90 мыңнан түк бермеді. Елден шыққан білімсіз ант екен деп, ел жұрты Қарабайға өкпеледі. Қойшының сыбағасын 9 қылып, Сарекең сый-сияпатпен жөнелттенді. Жақсының шарапаты санға тиіп, Сарыбайға бір тайпа ел билетеді. Жиылған жамағат кеп кеңеседі, мұнан бұрын патшалы емес еді. Сарыбай тек жаралған жан емес деп, патша қоямыз деп деседі. Екі бай балталыға бірдей келді, Қарабай ол не қылсын дүйім елді. 90 мыңы көзіне мал көрінбей, аң аулай ерте тұрып жөнеледі. Не Шыңғыстай болмаса не Қалбадай, не Мыржықтай аңы көп бір тау еді. Қақ жарып хан Қарекең келе жатса, алдынан буаз марал кез келеді. Қылт етті де жөнелді белден асып, қарбан құрбан етті де қалды сасып, көзінің жасын сүртіп қарағанша, адасып қалдаңнан жаза басып. Қылығы сол күнінде жаннан епті, сол шағында тентіреп аңға кепті. Қап бәлем, ертең түсте атамын деп, қаңтарып ақ қайыңды жата кетті. Оғанда артық дәулет тәңірім берді, қазақтан Сарыбай да артық еді. Ерте тұрып пандатын үйіні оқып, Сарыбай да Сахарадан аңға келді. Қалың тауды қақ жарып келе жатса, ат қаңтарған бір жанды көзі көрді. Сарекең ат көрген соң жетіп келді, көреді түзде жүріп талай керді. Жатырсың түске шейін ат қаңтарып, үмітсіз дүниеден кімсің депті. Көңілімді мың мен санға баламаймын, бенденің ілігіне жарамаймын. Келгенше 83-ке сүйір жоқ, үмітсіз дүниеден қарабаймын. Қарекау, олай деме тәңір білер, құлының жылағанын әлі де көрер. Дәулетпен перзенттің кештігі жоқ, Құдайым әлі де болса бізге берер. Тәңірімнің қолынан келмей жүрме, тілегін пенделердің бермей жүрме. Келіппін 83-ке мәлден өтіп, берсе көз Алланың көрмей жүрме? Қарекау, бұрын сені танымаймын, Алланың менісінен алымаймын. 75-ке келгенше сүйері жоқ қубас шалым мен өзіңдей сарбаймын. Балам, бала сүймей болыпсың зар. Бала сүйсең жалғанда көңілің тынар. Жасы бар 83-те мен айт балам, әлі де болса алдыңда тілеуің бар. Қарекем, ойлап тұрсам шынымен кез қылған екеумізді пәруәрдігер. 8 жасақ үлкенсің байқап тұрсам 83-75-пен қарайлас жер. Екеумізді шырағым жасқа жеттік, дүниеден перзент сүймей арманды өттік. Ендеше ит айдаған бай екенбіз, кел, дос болсақ қайтеді қияметтік. Ауыр дәулет беріпті Алла несіп, аузынан уағда мен серт берсіп. Екеуі жапан түзде бек сөйлесіп, дос болды ақыреттік Құдай десіп.
Алланың әміріне көнселік, көздің қыры түскенін көрселік, ұл туарда қыз туар заман болса, уағыдамен қалыңсыз берселік. Отырған хан Сарыбай мені көрші, шалғартайған Қарабай досым деші. Бір марал кеше кетті ыза қылып, кез қылса соны маған атып берші. Кез қылды жапан дүзде мені саған, түскен жоқ жасым жетіп көзге таған. Кез келген бұйрықтаңды жібермейді мылтығым алты қарыс көрсет маған. Шырағым, ойлап тұрсам өзің кеңсің, біреудің білмегенін білгізгейсің. Алдыңдағы түбекте жатыр марал, байқа балам, бойыңды шалдырмайсың. Үйіңе Құдай оңдап қыдыр қонар, бір досым бек сөйлескен сендей болар. Бұл марал буаз екен, тіпті атпаймын, келінің екі қабат, кесел болар. Саған айтпай сөзімді кімге айтайын, ұялмай үйге қайтып бос қайтайын. Өлсемде атып берші бір тояйын, мақшардағы күнәсін мен тартайын. Мен тұрамын бұл сөзіңді сынай алмай, маралға қызғасың тілімді алмай. Тағда бір бұйрықты аңгез келмей ме, атуға қорқып тұрмын, қолым бармай. Балам, айтқан сөзге жетпедің бе, дүниеден перзент семей өткенің бе? Кез келген сен аяйсың бұйрықтаңды, шыныменен достықтан кеткенің бе? Бейлін Қарабайдың Құдай алды, қынжылып мылтығына оғын салды. Маралды бетін алып тарс қойғанда кідірмей сол орманда құлап қалды. Қасында Сарыбайға қарамайды, қарбан құрбан маралға жетіп барды. Адамнан ақмақ туған хан Қарекең маралдың жаны шықпай ішін жарды. Ойласаң, Қарабайдың өзі мықты, Сарекең қорқып атпай көп ұйлықты. Пышағы сонда ішіне жазым тиіп, ішінен егіз қодығы мөңіреп шықты. Қазаққа 6 санды бір деймін деп, пәнданың еш ақылын білмеймін деп, қодығын тыпырлатып бауыздайды сілікпелеп үйге апарып бір жейін деп. Пейлін Қарабайдың Құдай алып, кәпірдің мінезіне жан таңғалып, хан болып сақал мұрты қайтып келді, өз атқандай мақтанып, саңылауланып. Отырсың не себепті жолды көрмей, қойып ба тілегімді тәңірім бермей. Кез келген бұйрықтаңды атып едің, бұл жұртта неге отырсың маған келмей? Қарекау, бай екенсің сөзің шалыс, екеуміз жапан түзде болдық таныс. Орнымнан үш ұмтылып тұра алмадым, мылтығым тиді маған 6 қарыс. Қалыпты бұрынғыдан бізге санат, сөзімді тентек болсам жұртқа сынат. Алланың ақ бұйрығы маған жетті, басымды кешіктірмей оңға қарат. Әуелі біз жолықтық, есен аман, түсірдің осы жерде ақыр заман. Қоймадың бір маралды атып бер деп, мұнша қатты сөз айттың маған жаман. Жүзімді көремісің, көрмеймісің? Сөзіме еремісің, ермеймісің? Ант айтып ақыреттік құда болдық, қыз туса беремісің, бермеймісің? Қыртысым сүймегенде шөл арықпын, өзім деген кісіге тас бұлақпын. Уағыдаға қылап қылман не қыласың, күн болса ондай антты берер ақпын. Қарекау, ажал уақыты маған жетті. Ағасың жасың үлкен құлдық депті. Аузынан бір-екі ауыз арыз айтып Сарекең күні жетіп, өліп кетті. Тұрмайды сол Қарабай ниетке жетіп, сөйлескен құдайшылық естен кетіп, маралды егіз лақпен теңеп алып, халқына жөнеледі өлеңдетіп. Тұрады сол Қарекең өнер бастап, кәпірді көрген адам тұрмас қостап, маралды егіз қодығымен теңдеп алып, достысын бек сөйлескен кетті тастап. Қарабай бұл мінезді сән көреді, нәлетті өз ақмақ кім көреді? Шырыштан төмен жылжып келе жатса, алдынан будақ-будақ шаң келеді. Сарыбай өзі мерген маралдатқан, маралға ит Қарабай дінін сатқан. Ханымы Сарыбайдың буаз екен, үйінде аман есен бір ұл тапқан. Шүйінші Сарыбайдан сұраймын деп, сол елдің адам екен келе жатқан. Қарекау, жапан түзде сізді көрдік, Сарыбайдың қызметкер адам едік. Ханымы Сарыбайдың бір ұл тапты, көрдің бе жапан түзде сәлем бердік. Мынау қалай сорледі ниетке жеткен, өз оймен қылғаны нәмрат неткен. Ниетесің босқа сұрап, Сарыбайды сұрасаң Сарыбайды мәрғау кеткен. Бай еді, мынау қалай сөз надан, өтерін дүниенің байқамаған.
Мәрғауың неше күндік неше түндік ұшырсам, қос атпен қашан барам? Ертіс басы қарадын жерге кетті, бейне теңіздейтұғын көлге кетті. 500 киік соқтығып соны қуып, жолы қиын бетпақтай шөлге кетті. Сол иттің не қылса да қайраты мол, өз ақылы өзіне болады жол. Амалы жоқ алысқа айдаған соң, адама дел сәл болып қайтқан сол. Ақылмен алдадым деп мәз болады, халқына қадам басып жөнеледі. Ханымы Қарабайдың қыз тауыпты, жол тосқан сақау қатын кез келеді. Іздеп еді қайнағау, кез келесіз, ай парадай ақ жүзім сіз көресіз. Қайнағау, көріпсіз бір перзентті, шүйіншіге қайнағау не бересіз? Жаман сөзді естісем, ішім күйер, жақсы сөзді естісем, денем сүйер. Былшылдама сақауым, қыс, 8 өрме бұзау тіс қамшым тиер. Біреу жарлы, біреу бай білмейсіз бе? Айдай болған ақ жүзім көрмейсіз бе? Қартайғанды көріпсіз бір перзентті, шыныменен бір шапан бермейсіз бе? Хан Қарекең келеді күн түн қатып, егіз лақ маралды қабат атып, 8 өрме бұзау тіс қамшысы бар сақауыңды кетеді бартылдатып. Жымдай болып сол сақау жорғалайды, бастыңғаны қойнына сорғалайды. Жар бойында бар екен жартылашық, қашып барып сақауын қорғалайды. 8 жылда 80.008 сарай, жет атамнан бақ берген Алла тағалай, өз тіліңнен сақауым жаза тарттың дәлинеңді ұрайын, мұның қалай? Япырай, ибаратың көпке тисін, кінаудармай сабайсың, жаның күйсің. Қуанышқа сұрасам қамшы беріп, ұлы қызың қодардан қорлық көрсін. Қарекең одан өтіп үйге салды, егіз лақ маралды теңдеп алды. Бейлі Қарабайдың сондай кеңіп, бір сарттан жиырмалап шапан алды. Молдалар шұбар ала хат оқиды, өлім шыққан үйіне жат оқиды. Менің құдам Сарыбай далада өлді, деді де 90 саба толтырғызды. Тұра тұр енді жұртым, мен желейін, ауылын сол құдамның мен көрейін, нарыңды сабаңменен тоқтата тұр, әуелі салт барып бір келейін. Тұрады сол Қарабай өнер бастап, кәпірді көрген адам тұрмас қостап, тантық шал ессіз үйге кіріп келді, белдеуге бақайғырды іле тастап. Елінде 40 мың шалқар байдай болып, қос жорға жылқы ішінде тайдай болып, ақмақ шал ессіз үйге кіріп келсе, жөргекте қозы жатыр айдай болып. Ақмақ шал ақылы жоқ жаман састы, қозыдан қорқып итті қара басты, мені жұтар жалмауыз туыпты деп, тантық шал бақайғырға міне қашты. Бір жерде келе жатып бөгеледі, өз ақмақ нәлетті кім көреді? 90 нарда сабаны жарып тастап, бір қобыны қымызғып жөнеледі. Қарабай Сарыбаймен мерген екен, хан Қарабай ауылына келген екен. Ханым айтты, Қарабай келіп кетті, Сарыбай хан далада өлген екен. 60 басты ақ орда тіккен үйін, бұрынғыдай болмайды менің күйім. Мен түсімнен шошыдым бүгінгі күн, енді аңырма, отырма, тайлақ бейім. Тайлақ бей осы сөзді қош көреді, еліне жиылсын деп хат береді. Еліне қадірменді бір би екен, дәл 11 сан халайық жұрт келеді. 10 сан халқын тайлақ бей жиып алып, отырған әлеуметке үндемейді. Көңілі батыр тайлақ жазған хаттай, мәнісін жиылған көп табалмайды. 12 жыршысы бар бас боп ханым, шырышқа шеру тартып жөнеледі. Жайылып бет-бетмен қарап жүрсе, бір адам өліп жатқан кез келеді. Іздесіп алды-артына жүрген шауып, өлді деп елі жұрты қылған қауып. Бір жерде 11 кісі келе жатса, бір адам өліп жатқан алды тауып. Айырылып патшасынан болды зарлы, табамын деп барша халқы көңілін алды. Сол кісінің ішінен бірге шыққан, қоңырала тай мінген Тазша барды. Тазша айтады, ағалар, бәрің надан, жасымнан көріп едім бір талай жан. Шыққыр көзім шықпаса мен таныдым, өлігі осы жатқан өліпті, Сарыбай хан. Құлақ кәрі бой кіші ақылдана, ту жығылса болмай ма қас масқара. Жұрт иесі ханымға жара салып, үйелменіңмен өртенгір Тазша бала.
Ойласам 11-аға пейілің тар, сендердің қылар қақпай мінезің бар, хат берген даулы жерге мөр басатын, қолында қызғыл алтын жүзігі бар. Көрген соң Сарыбайға жұрт жылайды, сол жерде тақат қылып тұра алмайды, серкесіз қойдай болып ұйлығады, аяғын қадам басып жүре алмайды. Жиылысып сол араға бәрі келді, құба қалмақ сықылды іштен бүлді. Жалғыз-ақ ханым сонда естіген жоқ, батыр тайлақ болды да бәрі білді. Қай адам ер тайлаққа тең келеді, жиылған сол араға көп еледі. Естіртпей қайтқанымыз лайық емес, ханымға жырлай-жырлай кім барады? Тайлыға алыс емес көрінген жер, табан шөңгел беймісің елімде бар. Ханымға жырлай-жырлай мен барайын, ер тайлақ қолыңды жай, батаңды бер. Ер тайлақ тасшасына жарлық етті, таймен қотырала тасша кетті. Сейілде 40 кісімен ханым жүрсе, алдынан қарама-қарсы кездей кепті. Ханым-ай, ақ сұңқарым, сені көрдім. Біз ежелден хан қарашы адам едік. Мен шошыдым түсімнен бүгінгі күн. Хан ием, жолыққалы сізге келдім. Аптығып қотыр-таймен келесің тез. Бұл жалғанда ақылсыз адамнан без. Көп шатып, тантырақтап сөзді ұзартпа. Қанеки, шошығаның немене сөз? Жаратқан бәрімізді тәңірім күшті. Бұл дүние ойлап тұрсам енде күшті. Мен түсімнен шошимын бүгінгі түн. Менің сәлден басымнан жерге түсті. Ташша, олай болса мал сойғаның, Құдайым дәриясына сен тойғаның. Сенің сәлден басыңнан жерге түссе, 5 уақыт намазға бас қойғаның. Ойласам бұл ханымның ақыл асты, қарашың дәл сіздей ме жаман састы. Мен түсімнен шошимын бүгін тағы, қолымнан жібек баулы сұңқар ұшты. Мінезің ойлап тұрсам жадынан қылап, келдің бе қотыртаймен мені сынап. Қолыңнан жібек баулы сұңқар қашса, көргенде қоянаңнан шабыт сұрап. Қай адам сарекеңдей ниетке жеткен, көп адам бізден бұрын өтіп кеткен. Айрылдым қапыда сұңқарымнан, қолымнан абайсызда ұшып кеткен. Мұндар таз, бір сұмдық бар тіл жағыңда. Сен келдің қотыртаймен бұл шағыңда, қолыңнан абайсызда ұшып кетсе, қар орнында болғаны, хан тағында. Ханым, бір сөзіме жаңа жеттің, қай сөзіңді бұзайын, мақұл деппін. Мен түсімнен шошыдым тағы бүгін, түсімде бір тұңғиық суға кеттім. Құдайым, енді саған дем береді, бойын салған базарға жол көреді, жүрушең әр нәрседен шолпы тартып, түпсіз тәңірім дәриядай мал береді. Ханым-ау, бұл ниетті ойғалайын, мәнсін тура тартпай не қылайын? Жандап-жандап сөз айтсам жуытпайсың, тұп-тура найзамды тік салайын. Мұндар тас, маған келдің қаның қашып, антұрған сені тұрма қара басып, мен сенің қалжыңдасар кісіңе мен, немене айтар сөзің найзаласып. Аңға да кеткен сарекем-ау, таңертеңгі салқында, мінсіз бір туған жан еді-ау, өні бойы қалпында. Келімсек төре хан болып, Балталының халқына, өрсі толып малына аяу, қазынасы толған алтынға. Алласына шара жоғау, жетпесті қуып алқым ба, қайырлы ғұмыр бере көр-ау, қозы жанға артында. Сізден де шығар адам жоқ, ойласаң ақыл тарпында. Хан орнына хандық қыл, кеше билеп тұрған жарқында. Ақылдас еді сарекем, билеспес деп тартым ба. Өлді ме Сарыбай, хан жұртым көрсін. Жыламан, патша Құдай иман берсін. Ғаламнан хан Сарыбай өткен болса, иншалла тәуба, тәңірім артым берсін. Ханым, көрсең жыларсың, сарекемнің дертіне, сабырдан басқа айла жоқ іштегі жанған дертіңе. Көргеннен соң жыларсың, нәпсің қоймай еркіңе. Аулақ жерде ханым-ау, нәпсің тоқтат беркіне. Сүйегіңе мін болар, жетпей кетсең сертіне. Мұндар тас, жылайды деп көңілің алма. Алып жүр сүйегіне, енді алданба. Өлген жан жылағанмен қайтып келмес, көңіліңді босатқанмен пайда бар ма?
Ханымға тазша естіртті жеке барып, жұрт сылтыдей тынады қайран қалып. Ағыл тегіл еңірескен Сарыбайға ханымды сүйегіне келген алып. Өлгенін Сарыбайдың ханым көрді, ұрғашыдан таппассың мұндай ерді. Адасы бақылынан аспай-саспай еліне ақыл айтып қайрат берді. Жылама, батыр Тайлақ, сен өлерсің. Алладан тағдыр келсе жөнелерсің. Өзі беріп өз алған арманы жоқ мақшардан имандыма кез келерсің. Жұртым-ай, бұл жылаған ниетіңді қой, өлім шықса тіріге болмай ма той? Жылағанмен бір нәрсе табар болсаң, жылап-жылап тірілтіп әкеле ғой. Тайлақ би, олай тұрма, сен бер жүр. Ақылдасып Тайлақпен ойлайды дүр. Алып жүрмей осы жерге біз қоялық, елге жібер, жабдықпен үй әкелдір. Ел барып айтқанының бәрі келді. Дайын болды жамағат көзі көрді. Зиярат қылып бір күмбез жасаймын деп ел ұйғарып сол жерге қояды енді. Жиылған жаназаға қанша жанды, бәрінде сый-сияпатпен жөнелтенді. Ханым айтты, қайғысыз адам едім, бұл сықылды шалғанда жанды көрдім. Ат шаптырып ас берсең ері көзіңде, билігін батыр Тайлақ саған бердім. Қай адам ер Тайлаққа тең келеді, жиылған жаназаға көп еледі. Мақтауын батыр Тайлақ алғаннан соң халқына сауын айтып жөнеледі. Тыңдаңдар мына сөзді, ей жарандар, құлақ салып тыңдасаң афзалдар. Өтірік айтса ақынның жаны шықсын, басқаттың 500 жылқы бәйгесі бар. Сыялды елі жұрты құры қалмай, Тайлақтың кеткен жан жоқ тілін алмай. 11 сан халайықтың бәрі келді, айтқан күні жиылып бірі қалмай. Тайлақ айтты, жамағат, ой ойлаңыз, тентекпенен тебізді бір қоймаңыз. Дауссыз болып аттарың анық келсін, әр рудан бір кісат айдаңыз. Алланың ағысына мойын бұрсын, ала-құла болғанды Құдай ұрсын. Құреңістен ат айдап жіберіңдер, ақ кезеңнің үстінде көмбе тұрсын. Байлығын Сарыбайдың халқы көрді, атын айдап алысқа жіберді енді. 500 аттың алдынан бір шақырым өз үйінің телғызыл аты келді. Ешбір жаман бұзықтық жанжал шықпай, жиынын тыныш қылып жөнелтенді. Ел жұрты құрмет қылды ханның үйін, ғарып қасер жетімге болды тойын. Тайлақ айтқан сөзінен жан шықпайды, тып-тыныш боп тарады осы жиын. Мінезі Қарабайдың жанынан өтті, уағыдасы құда болған жұртқа жетті. Тайлақ биге айтады ханым тұрып, соныменен кел сөйлесіп құдалықты. Ханым-ау, Қарабайың құрып қалсын, келуге жарамаған Құдай алсын. Мен барсам тек келмеймін сол итіңнен, жалғыз ұлым Солтанас балам барсын. Тайлақтың сөзін ханым мақұл етті, осы сөзде рас болып халыққа жетті. Қасына 11 жігіт ертіп алып Ертанас Қарабайға жүріп кетті. Жүреді хан Қарекең жалғыз өзі, Танастың Қарабайға келген кезі. Қарекеңнің алдынан қарсы келіп жолығып Ертанастың айтқан сөзі. Қарекау, хан болып сізді көрдік. Жас үлкен бай екенсіз, сәлем бердік. Кешегі Сарекемнің заманында қайғысыз, уайымсыз жүруші едік. Сарекем дүние салып кеткеннен соң, біз биыл құдіретпенен не көрмедік. Жіберді құдағиың құрбың Тайлақ, алдыңа бір сәлемді алып келдік. Қандай жауап бересіз хан Қарекем? Сөйлескелі байекау келіп едік. Балшылдама, сөзіңе тіптермеймін. Ұмыт болған сөзді мен жөн көрмеймін. Сен 12-ің, қыз, үйіңе қайт. Жетім ұлға құда боп қыз бермеймін. Қарекау, ақылменен арбайсыз ба? Жаратқан бір тәңірді алдайсыз ба? Ниет айтып ақыреттік құда болдың, тегінде қияметке бармайсыз ба? Құдаңмен тәңір алдында беттестірсе, сол жерде қара жүзді болмайсыз ба? Мына сөзге мен тұрмын қайран қалып, қалың малын қойып ем қашан алып. Сен 12-ің былшылдап сөйлей берсең, бәріңнің де кетермін басың жарып. Орын бар ма дүние үшін дінім сатар? Бізге аударар күнәң жоқ, атын атар. Бұл мінезден қайтпасаң шал Қареке, осы тәнің дозақтың дәмін татар. Бетін топырақ басты деп жалған айтсаң, жаһаннам деген дозақта жанып жатар. Келіпсің сөйлескелі өңшең кедей. Қайтсаңшы, жаның олжа бірің өлмей. Қой десем де қоймайсың сен 12-ің,
Тым болмаса қайтпассың таяқ жемей. Қарекау, жаман сөзді айтпа бекер. Бұл мінезің өзіңді әуре етер. Осы арада қыз бермей сен тұрмассың, қашып жүріп бірталай күнің өтер. Менің әкем естісе тек қоймайды, өзіңді байлап қойып қорлық етер. Тым болмаса сұрашы қалың малды, Сарыбайдың малы бар саған жетер. Көрмессің Қарабайдай бейлі тарды, жылқыдан бақайғырды мініп алды. 8 өрме бұзау тіс қамшысы бар, бәрінің тарсылдатып басын жарды. Ойлашы, Қарабайдың қайраты мол, өз ақылы өзіне болады жол. Бір тау тесіп мойнымызға ілсе дағы, 11 аға үндемей қайтарлық жол. Ұрыспай ол 11-і жүре берді, мінезін Қарабайдың көзі көрді. Ұрыссақ ханым бізге өкпелер деп, жардырып ап бастарын қайтып келді. Барсын деп ханым бізге қылды жарлық, мен көрмеген жан едім қорлық зорлық. Мінезін Қарабайдың көре тұрақ, шіркін нәлет құдаңа кеше бардық. Біз сіздің тілің сыйлап барамыз деп, қызыл тақия сый сияпат киіп алдық. Ол кетер, бұл араны қылмас мекен, сол нәлет бір жолата кетсақ екен. Жалғызақ бір тілегім қозер жетсе, бір адам мұны сөз ғып айтпас екен. Жұртына батыр тайлақ қайту қылды, не қылсын Қарабайдай кәпір сұмды. Ешбір адам аузына алмаған соң, ат өшкірдің аты өшіп ұмытылды. Ал енді мына сөзді тербетелік. Ергіп айтпақ болдық біз нетелік. Ханым мен қозы көрпеш жата тұрсын, ауғызып Қарабайды әп кетелік. Ойбай, қатын қайдасың, бері келші. Құдай қосқан қосағым мені деші. Ауылынан Сарыбайдың мазам кетті. Кел, ауамын, үйімді жығып берші. Байқсау, қандай адам серттен таяр. Біліп бедің тайғанды Құдай аяр. 90 мыңды бұл жерден тентіретіп, қайда барсаң осындай орындаяр. Бұған ермен өзгеңе ерсем дағы, кәрі басым қоршылық көрсем дағы, балталымен қоныстас бола алмаймын 90 мыңды бір жауға берсем дағы. Қайтейін, мінезіңді шайтан бұзған, кіседің шайтан бұзған, Құдай ұрған. Бұл басымды келдеменен кессең дағы, бір отырған орнымнан өлсем тұрман. Белгілі ермейді іштің мұзы, өтпейді қатынына айтқан сөзі. Үйді жығып артуды білмей тұрса, ойына түсті ай таңсық екі қызы. Айтады қыздарына келіп майда, ай таңсық, менің екі қызым қайда? Қақпас шешең тілімді тіпті алмайды. Бір пайдаңды тегізші осындайда. Сөзінен ызыңдаған қыздар өлді, амалсыз шақырған соң келіп еді. Жылап жүріп үйінің бауын шешіп, талқан қып 90 нарға артып берді. Шырағым, екі қызым мені көрші. Мынау кәрит атаңның ісін көрші. Құдай қосқан жарынан тірі айырылған, алдыма сұм баянды алып берші. Қайран балам, кімдерге күң боларсың? Қайран малым, кімдерге жем боларсың? Обалдарың әкеңді жібермесін, үш сорлым, қандай жерде кем боларсың? Қарабай 90 мыңмен өрге салды, жылқыдан атқайыңды мініп алды. Жетелеп бақайғырды жөнелгенде жұртында қотырала тай қалмады. Жер мен су, тау мен тасқа қоштасқалы, көшінен сонда екі қыз тұрып қалды. Кеткен соң бұл арадан келмес мәні, жоқ еді бай болса да оның сәні. Қарабай көше қашып жөнелгенде, ел жұртқа екі қыздың қоштасқаны. Балталы, бағаналы ел аман бол. Бақалы балдырғанды көл аман бол. Кірім жуып кіндігім кескен жерім, ойнап күліп ер жеткен жер аман бол. Қара басқан қашқынды қоя берме, ел жақсы тайлақпай ақылы мол. Осы ізі 90 мыңның соқпақ болар, жоғалмас қайда барсақ қазылған жол. Тайлақтың енді аман бол, қалған елі, аман бол, қалың ағаш аққан селі. Терушем еріккенде ермек етіп, екпе жиде алмағаш көлеңкелі. 8 сай тау біткенді саламан бол, халайық қалған елдің шаламан бол. Қарабай қайнатаң сенен қашты, жүргекте қозы көрпіш, бала аман бол. Ұзын өлке жота мен төбе аман бол. Тайлақ би ел жақсысы көп аман бол. Изенді мұқ жусанды бетегелі, ақ көді, малға шүйгін шөп аман бол.
Жасы кіші аға мен іні аман бол. Ерептел өңшең мырза жағаман бол. Қайнатаң Қарабай сенен қашты, жөргекте қоз көрпеш тағаман бол. Байлығын Балталының көрмеймін деп, тіліне ертайлақтың ермеймін деп, Каратаң ақылы жоқ өргі қашты, қызымды жетім ұлға бермеймін деп. Баянды бермей кетер саған боқты, айым күнім атарсың қазал оқты. Күнінде күйеу болып келер болсаң, жолына біз тұрармыз айтқан тоқты. Қозыкау, піспей қалған сіз бір алма, бойыңа қуат бітіп күш толар ма? Қоз көрпеш күйеу боп, біз қайын боп, иілісіп тұратын күн болар ма? Қолынан ит Қарабай малын соймас, бір жерде дамыл қылып дәмге тоймас. Құдайым тағдырында қосқан болса, қайда барсаң онда бар, сені қоймас. Үйіне Құдай айдап қыдыр қонар, ерлықпан қолтықтап жолдас болар. Егерде сапар қылып бізді іздесең, осы ізі 90 мыңның соқпақ болар. Балталы, бағаналы халық аман бол. Жүргекте қоз көрпеш жалқаман бол. Жеңеше, келін кепшік құрбы құрдас, халайық бізді ойлаған жалпаман бол. Барады белде дәурен өтіп, ат мінген қара жорға қыздың-ретіп, таңертең тұрып қалған сонда екі қыз, кешке екінді болғанда келді жетіп. Жөнелді сонда екі қыз белін буып, тым сұлу көркемдігі айдай болып, көшіне жылай әрең жетті, жылаған жасы атының жалын жуып. Қарабай 90 мыңмен өрге салды, жылқыдан ақ қайыңды мініп алды. Су аяғы құрдымнан ара қонып, осы тұрған Семейге жетіп барды. Дамыл аял көрмейді көзі терлеп, өзге жақпан жүр алмас малы кернеп. Дамыл жоқта тыным жоқ көше беру, өне бойы жағалап, ертіс төрлеп. Көше талай жер барып қалды, барғанменен барғадар табалмады. Көл Қарасу бойына жетіп барып, қайқиып құм жағалап қайта салды. Алатаудың жағалап ар жағымен іле басы Құлжаға тағы барды. Ол жерде келіспеді мал тойымы, сірә тоқтау болмады іш орынды. Іледен қайта көшіп Шыршық барды, одай көшіп барады сыр бойына, аз ғана сыр бойына дамыл алды. Бір күн ол қаңғырып қоқан кепті, 90 атқа бір белбеу сатып алып, не қыласыз дегенде шұлғау депті. Көшеді қысы жазы дамыл көрмей, біраз елі қалады оған ермей, сағынып Сарыарқаны қайта көшті мазалы ел ішінде рахат көрмей. Көрмессің Қарабайдай жарым есті, азырақ өзінен де қатын есті. 40 күндік ыстық шөлге қайта көшіп бетпақтың сардаласы барып түсті. Қырыстан салқын соқса самал болар, мұнан артық не қиын қамал болар. Құлынтайым қырылып шөлдеді ғой, ойбай қатын айта көр, не амал болар? Не деп жауап айтайын бұл сөзіңе, Құдай беріп қойды ғой мінезіңе. Қырылмақтан жойылсын Құлынтайың, бұлғылық елден қашқан азды өзіңе. Ойбай қатын өлсем де тілің ермен, Балталымен ұрайын сақалдыңды. Жалғызтайым қалса да өлсем көрмен. Көрмессің Қарабайдай жарым есті, бірталай көше күні кешті. Бетпақта бос қамалып жаталсын ба, одан көшіп Қарекең шуға түсті. Қарекең қырып жойып шуға барды, ақмаққа Құдай берген мұн шамалды. Арқада қызы сұлу бай көшті деп, Торғауыттан бедеумен қодар салды. Жамағат, осы сөздің бәрі де рас. Ерлік асқан қодардың о да бір мас. Мақтауды қазағаты көтер алмас, астында бедеуі бар 6 құлаш. Қодардың өз ойланып бір ниетті, қамшы басты бедеуін зар еңіретті. Қуып жүріп, әркімнен сұрап жүріп, шу бойында қамалған байға жетті. Әрі бері көше алмай бос қамалған Құлынтайың шөлдеген кімсің депті. Көңілімді мың мен санға баламаймын, бенденің ілігіне жарамаймын. Су аяғы құрдымнан қашып жүрген, Алла тағала қаңғыртқан Қарабаймын. Қарекау, іздебедім кез келесің, Қодар батыр мен едім сен көресің. Мен шөлдетпей бетпақтан алып шықсам, Қанекей ақысына не бересің? Балам-ау, сен іздесең кез келейін, Құдай сені берген соң не көлейін? Сен бетпақтан шөлдетпей алып өтсің, қалың малсыз борышсыз қыз берейін.
Қыз берсең, сен атасың, мен баламын. Не қылып тең құрбымнан құр қаламын. Асыраған қызыңды мен алмаймын, жалғыз қызың Баянды мен аламын. Ха-ха, балам, қайратыңды мен көрейін, жаманға сені неғып теңгерейін. Сен шөлдетпей шығынсыз алып өтсең, сүйген қызың Баянды мен берейін. Уағыда қылып серт қылсаң, сенсем екен, сенгеннен соң соңыңнан ерсем екен, олай бұлай қызыңның керегі жоқ, Ақбаянды қареке берсең екен. Жас құлыным қырылды тәмам қодар, бір су тауып бере көр маған қодар. Сен шөлдетпей малымды алып өтсең, Ақбаянды беремін саған қодар. Қарек-ау, осы сөзің жақсы кеппе, жалған жауап сөйлеуге сіздер кеппе. Бейнеттеніп бетпақтан өткізермін, дер кезінде қарек-ау, алдап кетпе. Ұнамаған адамға шөл арықпын, қулық қылған кісіге қаш шұнақпын. Қылап қып, уағыдамды не қылайын, серттен тайман, қызымды берер ақпын. Құдай-ау, қайратыма дем бере көр, қарек-ау, жылдамырақ жөнеле бер. Екі күрек, екі үлкен кетпенменен, және 8 көшіңмен мес бере көр. Сөзімді менің айтқан біле бер деп, атыңа енді отырмай міне бер деп, Қодекең ұзын сызып жөнеледі, менің осы ізіммен жүре бер деп. Байталым, енді аяңда бүгін ел жоқ, арқада аягөздей мөлдір сел жоқ. Сертме бұл айтысқан жете алмасам, сірә маған Баяндай бұраң бел жоқ. Антұрған білдірмейді қодар жасып, әр жерден 100 кісілік құдық аршып. Су шыққаннан су шығар құдығының, суы жоғын толтырар меспен тасып. Сол күндегі жандардан қодар асып, мінезіне қайраты құп жарасып, Қодекең шауып жүріп қимылдайды, аямай бедеуіне қамшы басып. Сол күндегі жандардан қодар епті, уағыда қылған сертіне анық жетті. Жандаямай қимылды қылып, не қылса сол бетпақтан алып өтті. Аяқ жерде Байталы болдырған соң, жаяу жүріп көреді көп бейнетті. Етік қажап, бақайы қанап кетті. Байталым, не қыласың, бүгін ел жоқ, арқада аягөздей мөлдір сел жоқ. Жиналған жан қуанар қыз көрген соң, Баянды алам деп көңілі тоқ. Түнімен құдық аршып түске шейін, сондай құдық жасайды беске шейін. Кейіннің өз суы бар, кейінде жоқ. Меспен тасып толтырар кешке дейін. Жылқысы суға қанып тойып алды. Қодардың әр нәрседен ойы барды. Мұны Құдай жаратқан сонша зарғып, анық 10 кез өзінің бойы барды. 90 мыңды не қылса қандырды тез. Әдебі жоқ, мінезі жоқ қодардан без. Кәпірдің денесінің бәрі дартық, жалпағы жауырынның 3,5 кез. Қодардың өзі дардай, сөзі дардай, жүреді жанның бәрін көңілін алмай. Өзінің денесінің молын қара, сыңар ғана жұдырығы қолағаштай. Қарабай бұл жүргенін қылмас намыс, қодармен шөлдалада болды таныс. Өтірік қосқан емес осы сөздер, ұзыны жауырынының 6 қарыз. Бұралған тал шыбықтай ол баян қыз, тұм сұлу көркемдігі жұртқа аңғыз. Өзінің денесімен бір ісі жоқ, содан үміт қылатын қодардан без. Қодар айтты: қарек-ау, құлағың сал, менің айтқан сөзімді жақсы қып ал. Аягөзге жете алсаң тау бөктеріліп, ешқашан қауға тартып шөлдемес мал. Арғы шет аягөз, лепсі үржар, 90 мыңға лайық сонда жер бар. Бұл жақта бұдан артық су болмайды. 90 мыңға өзге жер болады тар. Көрмессің Қарабайдай бейлі тарды, Қодарға өзің біл деп ақыл салды. Қодардың сол тілімен көшіп келіп, жайлап қыстап аягөз жатып қалды. Қарабай Сарыбаймен мерген екен, күні жетіп Сарыбай өлген екен. Бұлауғалы 13 жыл болып қапты, қыз Баянда 14-ке келген екен. Тал шыбықтай бұралған өзі керім, мінеки, оны айтатын келді жерім. Қыпша бел алма мойын сұлу Баян, сипаты жаннан асқан ол бір серім. Тал бойының міні жоқ қолаң шашты, шашының ұзындығы тізін басты. Гүл төгілер аузынан меруер тісті, ондай жан дүниеде жаралмасты. Аппақ керік маңдайы қылығын аз, малың түгіл басыңды берсең де аз. Сыртынан күлімсіреп сөйлесе де, көңілі қош болмайды бай мен араз. Жұрт айтатын темірлі күймесі бар, қоз көрпіш дегенде дүниесі тар.
Анда-санда болмаса сөйлеспейді, жалғыз жатып қозы үшін қылады зар. Қас асыл бой жетті алтын кірпік, шақырып қодар кесе үйтіп бүйтіп, қара көзін қан басып қарағанда маңына жоламайды қодар үркіп. Қайғылы менің көңілім толар мекен, Алланың сызығы екі бола мекен, маңайға тантық құлды жолатқызбай, қорқытып қойған оны Құдай екен. Баянды сұлу қылса тәңірім қылған, атағымен даңқымен дүние толған. Тоқсанбайдың баласы 90 сері, сыртынан көзі көрмей ғашық болған. Жамағат осы сөзден күдер үзбе, сипаты баян қыздың жанынан өзге. Баянға ғашық болып 90 бағлан, бәрі де іздеп шықты жапан түзде. Бәрі де ғашықтықпен жаһан кезген, баршасы ғашық болып елден безген. 90 жолдың аяғы бір жол болып, бір жолда 90 сері кездей келген. Іздеген баян қызды соның бәрі, бірінен бір артық ақылдары. Бір өзінде 10 кісінің қайраты бар, баласы Нұрғара би көсем сары. Елінен іздеп шыққан 90 бала, ақылы 90-ның 90 сала. Бір өзінде 90 кісінің қуаты бар, баласы Қаратоқа бұлан қара. Елінен іздеп шыққан 90 ері, әрбірі жанға өлшеусіз көңілдері. Қайсы бірін айтайын осалы жоқ, аяғы 5 кісілік көсемсері. Бәрі де жапан түзде бек сөйлесті, қайғысын баян қыздың жеп сөйлесті. Біріміз бірімізді күндемелік, бағымызды сынайық деп сөйлесті. Қаратау, Тарбағатай жерге келді, Жайтөбе қатын суы көлге келді. Басынан ақ сәуленің дүрбі салып, отырған аягөзде елді көрді. Сол күндегі адамнан қодар мықты, қарсы басқан дұшпанын жерге тықты. Ел шетіне жау келді деді дағы, айғайлап 90 ерге жалғыз шықты. Сол күндегі жандардан қодар епті, сескенбей 90-мен араласты. Ықтыжарды білетін Қодекең бе сол жерде тау соққандай майдандасты. Әрі бері 90-мен айғасқан соң, біреуі беттемейді, бәрі қашты. Бәрін бірдей Қодекең жеңіп алды, бейне малшық қылды, малға салды. Күймедегі баянды көргені жоқ, бұқа-бұға деген сөз содан қалды. Қарабайдың 91 құлы болып, ен суда малын бағып жатып алды. Енді тоқта, қызықты бір көрелік, ұмытпасақ айналып бір келелік. Қодар 90 Қарабай жата тұрсын, Балталыдан бір жігіт әп келелік. Осындай болса керек ердің ері, жаңа бір таңдайтұғын келді жері. Елінен намыс үшін іздеп шықты, тайлақтың кенженісі Айбас сері. Күшімді 1000 мен санға сынайын деп, бір санды садағымен бөгеймін деп, елінен намыс үшін іздеп шықты. Сұраса, қозы ержетіп не деймін деп. Ойлайды, қай жек жатқа сенейін деп, не қылып ажал жетпей өлейін деп. Елінен Айбас сері іздеп шықты, дұшпанға неге намыс берейін деп. Қараңыз, ер Айбастың қылған ісін, бойында аямайды қуат күшін. Туысқан туғаны жақын емес, іздейді жетім ұлдың хақысы үшін. Ер Айбас ойланып жүр ол бір ниетті, қамшы басып бедеуін зар еңретті. Құр айыл жіп құйысқан тағып алып, тұлпар мен тайгөк деген іздеп кетті. Ер Айбас көк тайменен өрге салды, ізімен 90 мыңның кетіп қалды. Қазылған саразымен жүре-жүре, әйтеуір адаспастай болып алды. Көк таймен кейде шапты, кейде желді, көреді серлікпен талай жерді. Аз жүрсе, көп жүрсе де аман есен, аяғы жетсуға ол да келді. Сол күндегі жандардан Айбас мықты, болдыруды білмейді көктай тіпті. Жұрттың айтқан мөлшері болды ғой деп бір биіктің басына келіп шықты. Көреді батыр Айбас талай жерді, ит Қарабай сенделтті есілерді. Сол биіктің басынан қарап тұрып, аягөзде отырған елді көрді. Астында патшалардың алтыннан тақ, болғаяқ бұл ісіме тәңірім жақ. Нетейін бұрынғыңды көктайым-ай, барыңды бүгінгі күн қарыштап бақ. Жер аулақта 3 қызға бір сөйлессем, одан артық Құдайдан тілерім жоқ. Бар Құдай бұл тілегін қабыл алды, тал түсті ел шетіне жетіп барды. Өзенде жиде теріп ойнап жүрген алдынан 3 қыз дошар бола қалды.
Біреудің ашылмас бұл бағасысың, кіреуке алтын тонның жағасысың. Елдің жөнін сұраймын шырақтарым, тоқта, шеуің қайбайдың баласысың. Ағекау, асылзада сен бірерсің, жадағай жапан түзде кез келесің. Қорықпай қодекемнен мұнда келген, жүрек жұтқан жамбысың, неғып жүрсің? Шырағым, тал бойыңда жоқ екенмін, иманнан қуаттанып ашылардың. Қодайтып қодекем деп сөз сөйлейсің, ол нәрсе қайдан шыққан нәсілігім? Тартынбас әр нәрседен қодар тайып, естісе бұл сөзіңді үлкен айып. Қодардың атасы жел, анасы жел, кез болған бар далада өзі ғайып. Ендеше қодарыңды ойға алалық, мен бедім сол итіңнен кем боларлық. Құдайдан бұйрық болып демеу болса, астына табанымның бір салалық. Аға кеу, жақсы айтсаң, сөзің майда, бір пайда тигізе көр осындайда. Қодарды жеңіп бізге кек әперер, алаштан асып туған ер ұлғайда. Астымда көктайым бар тұлпармен тең, қодарды қылмауайым маған сенсең. Елімнен әдей іздеп арнап шыққан Құдай қосса керекті, соны жеңсем. Жоқ еді бір туысқан аға жеңгем, көңілім жақын тартты сізге дем-дем. Жақындық бізге таман сөз айтасыз, ағекау, елі жұртың болар кім-кім. Балталы бағаналы елден келдім, бақалы балтырғанды көлден келдім. Жұрты деп Сарыбайдың естушімен, ел жақсы тайлақ би елден келдім. Ағекау, бұл бір қызық заман екен, сізге деген жамандық бізге мекен. Су аяғы құрдымнан келген болсаң, елі жұрты қой қозы аман бекен. Сіздерге күмән шығар өзім аян, елімнен іздеп келген келінім баян. Қоз көрпеш падиша халқымызда, қара орны хан тағында халқым аман. Адамға бізде емес жатпенен өз, жапан түзде ағекау келесіз кез. Қоз көрпеш қыз баян деп сөйлейсіз, апалар, жөнін ұқтыр немене сөз? Жас кісіде артылмас сенен кеңес, біреуге бұйырғанды біреу жемес. Бір мұңшылық айтамыз әшейін-ақ, шырағым, сен естер дәнеме жоқ. Құлақ кәрі бой кіші ақылдана, Көктаймен аулыңа келдім жаңа. Апаларың жасырса мен жасырман, сөзің рас шырағым, бермен қара. Су аяғы құрдымнан іздеп келдім, қоз көрпеш шынжарың, келін бала. Атамыз Қарабай да мерген шығар, талай жерді қаңғырып көрген шығар. Қоз көрпеш дегенді біз білмейміз, суға сатып қодарға берген шығар. Шырағым, келіп едім гүл-гүл жанып, келгенмен қуанбадым сөзге қанып. Көңілің шыныменен жат боп кетсе, елімнен неге келдім азаптанып? Атамыз Қарабай да мерген шығар, қаңғырып талай жерді көрген шығар. Қоз көрпеш дегенді біз білмейміз, суға сатып қодарға берген шығар. Байлығым балталының көрмеймін деп, тіліне ертайлақтың ермеймін деп. Қаракең ақылы жоқ өргі қашты, қызымды жетім ұлға бермеймін деп. Сәлемде олай болса дұғай-дұғай, біз жүрміз қайғысында жылай-жылай. Барлағалы айтып емей ағекау, көкіректе қаяу жоқ куәм Құдай. Ауыздан айтқан сөзің дін емес пе, қалжың сөз періштеге куә емес пе? Екі асыл ай мен күндей жар болған соң, өзіңді кірлегенің мін емес пе? Ағекау, асылзада, сіз бір ерсің, ініңе сүйдіп барып айтты дерсің. Қылмаңыз сөзген алып жамандықты, жазамды арам болсам, тәңірім берсін. Қасыма баян таңсық қыз келесіз, қозының айбас едім сіз көресіз. Жылдан барып сөйлесіп тез қайт деген ініме сәлемдеме не бересіз? Сәлемде ініңізге іздеп келсін, келмесе сорлы баян деген өлсін. Көңілім кетті қозыға жаным мұнда, айтқан сөзді ініңіз қабыл көрсін. Алтынды тон жүзігім белгі болсын, қасына не қосады апам білсін. Қосқан соң ақылына екі қызды, екеуі жыламсырап көңілім бұзды. Ініңе сәлемдеме деп береді, жүзік пен тоннан басқа бір тоғызды. Апалар, мұны ешкім көрмес пайда, ойланбай іс қыласыз осындайда. Бір тоғыз сәлемдеме бердіңіз-ақ, келген адам сый-сияпат жолы қайда? Көктаймен келіп едім бір жыл желіп, көңілімді сіздер үшін аққа беріп. Өз басым сабақты жіп тіпті алмаймын шырағым, көңілім тойды сізді көріп. Құдая, сапарыма дем бере көр, ағекау, жылдамырақ жөнеле көр.
Жатырмыз аягөзді жайлап қыстап, ініңді кешіктірмей жеткізе көр. Сөздерің шырақтарым тымақ майда, кім білінбей кетеді осындайда. Соғыспай әдейі кеп неге кетем, дейтұғын қодар 90 итің қайда? Әзір қодар сіздерге сөз бермейді, жалғыз сіздің өзіңе бөгелмейді. Ініңізбен екеуіңіз екеулеңіз, кәпірдің қайраты мол, бой бермейді. Көктай мен Батыр Айбас өрге салсын, Құдай берсе ондағы халыққа барсын. Көзіме көрсет дағы қоя берші, итіңнен таяқ жесем Құдай алсын. Кәпір қодар бір тау ғой, кім таласар? Денесін көрген жанның қаны қашар. Ағикау, тілімді алсаң көрінбей қайт, кетпесте сүйегіңе таңба басар. Бәле, бала сөзіңнің бұзығына, тәңірдің тоқтау болмас сызығына. Жанға өлшеусіз құлыңды мақтай берме, көрсет дағы қарай тұр қызығыма. Тіліне енді осының сенелік деп, тілеуім бізде мұның тілелік деп, үш қыз қалмай соңынан ере жүрді, қызығын екі алыптың көрелік деп. Үш қызда тамашағып бұған ерді, таудай болған қодарды Айбас көрді, қыздарға қайратымды көрсетем деп, тартынбай Батыр Айбас жетіп келді. Мен Айбас, сен қодарсың, жаңа көрдік. Тоңраңдаған сөзіңнен тамам өлдік. Сізді білмей ауылға барып едік, қандай жаза қыласың, міне келдік. Айбас келіп қодарды сөзбен шалды, Қодар Батыр шоқпарын жұлып алды. Үш қызға мақтанды да келіксіз құл Айбасты шоқпарымен салып қалды. Айбас оның жауырынан ұстап алып, бірақ ырғап Көктайға жұлып алды. Көктаймен салақтатып желіп кетсе, Көктайы көтер алмай жата кетті. Сол күндегі жандардан Қодар мықты, екеуінің ат ойнап бетке шықты. Тұра сала екеуі атысқанда, келістіріп итіңді тағы жықты. Астында Қодар жатып бақырады, күндей болып күркіреп ақырады. Айбастың тізесіне шыдай алмай, біздің 90 қайда деп шақырады. Күркіреп ұшан сері келіп жетті. Япырмау, солар неден үміт етті? Қодекемді бас салып жатқан кім деп бәрі бір сойылмен салып өтті. Бәрінің де сойылын жұлып алып, Көктайға міне қашып Айбас кетті. Артынан Бақайғырмен Қодар жетсе, ұрып жығып серейтіп тағы кетті. Құба жон жығылғаны беттің деймін, Құдайға емессің құл жетті деймін. Неғып тұрсың Қодекау жауға шаппай, дұшпаның анау қашып кетті деймін. Бұл 90 дәулетіме киім киді, жалғыз кісі кетірді біздің күйді. Бір суырдың ініне ат жығылып, ақ жартасқа болбасым жаман тиді. Қас қарайып барады көз байланып, қуға 90 тұрсың ыңғайланып. Сендер барып ол жағып әкеле қой, қуалмаймын басым тұр шырайын алып. Қырды жойды ер Айбас бөріктіріп, үш қызда қуанады көріп тұрып, нені қосын Айбастан үміт етіп, басы Қодар ұйлығып қалды тұрып. Іс қылды Батыр Айбас бойлай, қырды жойды қиратты ерікке қоймай. Бізге де болсар жан бар екен деп, күймеде баян отыр ойнай. Қуанып сұлу баян жүре берді, қайратын ер Айбастың халқы көрді. Тілдесіп мен үш қызға кетемін деп, жүгіртіп Көктаймен қайта келді. Қорқпаңдар, түк қылмайды мұндай жандар. Сөзімді менің айтқан сіздер аңғар. Әл-қуаты інімнің дымақ артық, сенсеңдер менікіндей 3 есе бар. Жөнелді Батыр Айбас бедеуменен, көңіліне Алла салған демеуменен. Мұның да керек түні боламе деп, балға алды қамшы егеуменен. Көктай мен Батыр Айбас төмен шапты, мәнісін тамам жолдың оймен тапты. Қыздың берген белбеуі түсіп қалып, қызыл белбеу құбажон қоя сапты. Сол Айбас тоқтамады тағы шапты, тамам жолдың мәнісін оймен тапты. Бір суытқан айғыры шығып кетіп, шұбар айғыр жорға деп қоя сапты. Сол Айбас тоқтамады тағы шапты, мәнісін тамам жолдың оймен тапты. Қыздың берген мейізі түсіп қалып, мейізек деп тау атын қоя сапты. Сол Айбас тоқтамады тағы шапты, мәнісін тамам жолдың оймен тапты. Жанындағы жаулығы түсіп қалып, абыралы, жалаулы деп қоя сапты. Сол Айбас тоқтамады тағы шапты, тамам жолдың мәнісін оймен тапты. Қыздың берген қарқарасы түсіп қалып, қарқаралы тау атын қоя сапты. Сол Айбас тоқтамады тағы шапты,
Тәмам жолдың мәнісін оймен тапты. Жанындағы шідері түсіп қалып, шідерлі деген өзен содан қапты. Сол Айбас тоқтамастан тағы шапты. Мәнісін тәмам жолдың оймен тапты. Аз жүрсе, көп жүрсе де есен аман, бір күні ел шетіне келіп қапты. Ел шетіне жақындап барған екен, бір қой жайған жақындап көрді шалды. Сейілде қой жайған бай, сізді көрдік, жасың үлкен екенсің, сәлем бердік. Бұл қойың кімнің қойы, ақсақал бай? Жолаушы, көптен бері жаңа келдік. Бар екен, әр нәрседен мұның ойы, тартқан сымдай көрінер қырдың бойы. Жарқыным, сен сұрасаң мен айтайын, Сарыбай ерте кеткен ханның қойы. Ақсақал, бай екенсіз, сөзің майда. Мендағы жат кісі емес, мұны дойла. Сарыбай ханның қойы осы болса, жалғызы қоз көрпеш бала қайда? Шырағым, серлік бар сіздің бойда. Білдім бе, білмедім бе, өзің ойла. Қозекең айдай болып жүрген шығар, осы жерде қыз ұзатқан жақын тойда. Келгенім, менің барып бір талай жер, Байеке, бір пайдаңды тигізе көр. Айтарлық шерім көпте, мұңым да көп. Жалғызды тіліңді алса шақырып бер. Мінезі шалдыңдағы текті дейді, сөзіне әбден көзі жетті дейді. Шақырып тілімді алса келемін деп, аяңдап топқа таман кепті дейді. Жалғыз ұл жастай қалған кездей келдім, жолдас болған атаңның кісісі едім. Бір жігіт ат артқан қылды керек, жүрсең ертіп алғалы келіп едім. Не қылып танымадың байым зерек? Ол не қылған кісі екен жанынан бөлек? Жауыр атты мен жаба тоқып жүрсем, мен сықылды көрпілдес неге керек? Атаңды жасында алған жаббар құдай, атадан жастай қылған сен сұмырай. Жауыр атты сен жүрсең жаба тоқып, көктайын жауыр қылған саған орай. Тіліне шалдың сонда ерді дейді, тілеген бір тілегін берді дейді. Не де болса сөйлесіп келейін деп, шал мен еріп қойына келді дейді. Ағекау, қой қасында сізді көрдік, жасыңыз үлкен екен, сәлем бердік. Шақырдың жас баланы неменеге, қандай іске жұмсайсыз? Міне келдік. Өсіпсің, кішкене едің, қозымдардай. Қайратың басым еді, шығар алмай. Қайының айлық жерде жақын жатыр, сұм жалғыз, неғып жүрсің бір бар алмай. Ағекау, шақыртқан соң келіп ем тез, нанбаған айтқан сөзге жаманнан без. Құлағым керең болсын, естігем жоқ. Қайтайшы, қайын деген немене сөз? Байлығым балталының көрмеймін деп, тіліне ертайлақтың ермеймін деп. Қор атаң ақылы жоқ ерге қашты, қызымды жетім ұлға бермеймін деп. Көктайың астыңдағы желмеді ме? Барсаң көзің Ағекау көрмеді ме? Әбден барып мәнісін біліп келсең, бір тоғыз сәлемдеме бермеді ме? Шырағым, барып едім сертке жетіп, көктайды қарыштатып мен еңіретіп. Тоғыз берген кінә жоқ келінімнен, бір құлдың түсіп қалды ызас өтіп. Сөзіңе қыздар сіздің ермеді ме? Асылдан сәлемдеме бермеді ме? Бергені бір тоғыздай рас болса, шіркіннің бір белгісі келмеді ме? Қарабай, қайнатаң бейлі тар, қодар 90 дейтұғым бір анты бар. Сен бала азырқанбай алсаң, мұны 3 түрлі мұнда келген белгісі бар. Мақтады бастан аяқ Айбас оны, бір іздемей жатырсың қайтып оны. Азырқанбай сен бала алсаң керек, жүзік бешпет келді ғой алтын тоны. Белгісін алып келді, қозы көрді, көрген соң қозыкемнің көңілі сенді. Маған тайлақ батасын берсін енді, алтын тонды тайлаққа жібер енді. Аққу құстай жарқылдап оның мойны, бұл дүниенің қызығы қылған ойыны. Бұралған талшыбықтай сұлу баян, іздеусіз баян қайтып жатыр қойны. Өне бойдан сіркедей мін таппадым, көрмеген жаным екен көңілім тойды. Бармасаң осыны іздеп арман кетпес, енді ізде не қыласың бөтен ойды. Мен көрдім 90 сері бірдей келіп, бәрде баян үшін басын жойды. Тарс берген соң тайсалма деген сөз бар көргенін Ерайбас айтып берді. Қозекең үйге келді, беті терлеп, анасын шақырады, мұнда кел деп. Ант бер деп анасының қолын алды. Менің жарым кім еді, айтып бер деп. Түйеге сымбал тартқан теңдей болсын, суға аққан мұз бұзылып сеңдей болсын. Атын атап мәнісін айтқан қазақ, екі беті жаралы мендей болсын.
ат мініп сары табан желмей ме екен, ер жігіт жол бейнетін көрмей ме екен, неге жора бастайсың жалғызыңа, баласы үй ұзатып келмей ме екен? Барайын деп келіпсің сөзге деп, бозғасқаны мен айттым жолыңа деп, келмейсің деп айтамын соның үшін, батыр қодар шығыпты сорыңа деп. Ажалым қайда жетсе сонда өлермін, болмаса бір қызық жол мен көрермін. Құдай кесел қылмаса қайратыма, не қылып бір қодарға бой берермін. Білемін, артық емес қодар күші, ол сол елді қорқытып алған кісі. Қанша күшті болсаң да сен жалғызсың, қорқынышсыз болады елдің іші. Қодарға болсады сол жатқан ел, қыламын бір Аллаға мен тәуекел. Ажалдан қашып пенде құтылама, тағдырға не болса да байладым бел. Байқасам қажымайтын сен бір шоқсың, көзіме туып менің күйік бопсың. Мен түсімнен шошып ем жалғызым-ау, әйтеуір түргінде маған жоқсың. Қайтейін мінезіңді жастық жеңіп, не қылса да бір хабар саған келген. Құйрығың жоқ, жалың жоқ, жалғыз қалып, қайғыңды тартқызбаққа маған берген. Қарағым, бұл сапардан қалсаң нетер, көзіңді мен сорлыға салсаң нетер. Бұл жалғанда көре алмай жалғыз балам, қайғы ойлап бір сен үшін күнім өтер. Артыңда ессіз қалды мың сан малың, 30 қатын алсаң да саған жетер. Қуратып мен сорлыны тастап кетпей, елден таңдап бір сұлу алсаң нетер. Қорқытып оны қодар алды деген, Айбастың айтқанының бәрі бекер. Жамандықты көрмеген ей құлыным, жол табылмай жапанда тентіретер. Артында сен кеткен соң мен де өлермін, не қайғы бар көретін мұнан бетер.